наурыз мейрамы сыр жерінде думандата тойланып жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, орталық алаңға жиналған халықтың қарасы қалың. Қазір мұнда ұлттың иісі, қазақтың иісі аңқып тұр. Орталық алаңды айналдыра тігілген ақшаңқан киіз үйлердің есігі барлық келушілерге ашық. Ұлттық мерекеде осындай керемет көңіл күйді бүгін біздің арна, облыстың жетекші арнасы өздеріңізбен бөлісетін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Наурыз тойын бірге тойлаңыздар. Жердің тоңы жібіп, жер бусанып, жер жаһанның барлығы жасылға боянып, тіршілік иесі оянып жатқан дәл осы бір мерейлі мезетті сыр жұртшылығы орталық алаңда өте үлкен қуанышпен тойлап жатыр. Біз орталық алаңдағы сіздерге деген мерекелік кештен ақпарат таратуды жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда даңқты спортшы Қайсар футбол командасының директоры Садық Шоңмұрынұлы тұр. Садық аға, мереке құтты болсын. Әз-Наурыз берекесімен келсін, берекелі бастауымен келсін. Жалпы осы мерейлі мерекеден, біздің ұлыстың ұлы күнінен осы жылы қандай жақсылықтар күтесіз? Енді қай кезде де біз жақсылыққа жорып, жақсы нәрсе күтеміз. Жылдың басы осы елімізге бір құт пен мерекемен береке алып келеді деп ойлаймын. Өйткені биыл осы ел президентінің жаңа бағдарлама жасап, жаңа Қазақстан құруға референдум жасап, өзгерістер жасап, жаңа парламенттің маслихат, мәжіліс депутаттарын сайлап, енді сол бағдарламаны орындауға бір биылғы жыл құт болып басталады деп ойлаймын. Енді өмірімізде жақсылық қана тілейміз. Енді арасында кемшіліктеріміз де болып жатады. Енді бар нәрсе бір күнде, бір жылда оп-оңай түзеліп қалмайды. Сондықтан да біз қай бір нәрсеге де шыдамдылықпен қарап, дұрыс жақсылыққа қарай қадам басып, елімізден жақсы бір жарқыраған Қазақстанды күтемін. Наурыз мерекесі әр семьяға, әр әулетке бақ пен береке әкелсін деймін. Тек қуанышты, берекелі жыл болсын деймін. Әр семьяда тек қана қуаныш, күлкі, шаттық, жарқыраған өмір келсін деймін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Осы жылда біз өзіңіз басқарып отқан сырдың бас командасы, Қайсар футбол командасы жеңіс тілейміз. Тек жақсы күндер болсын. Құрметті телекөрермендер, біз орталық алаңнан сіздер үшін мерекелік думанды кештен ақпарат таратуды жалғастырамыз. Мереке құтты болсын, төл арна төріңізде қосулы болсын. Дария дүние, дәурен күннің дабылы, наурыз ғұмыр, жаратқанның жарығы, халқымыздың шаттығы бұл шырайлы, соны айтады ұлы дала сарыны. Құлыным менің, тәңір жаса, қызығыңды көрейін. Өзіңменен шалқиды рас мерейім, әпсанасын түйіп алғың санаңа. Бір ғажайып ертегі айтып берейін. Ертеде, наурыз деген қарияның ақылына көркі сай,
Бірақ мінездері бір-біріне ұқсамайтын 12 айдай сұлу қызы болыпты. Сол себепті олар жыл сайын жер ғаламды жылытып, алтын күрек желі соққан кезде ғана бас қосады екен. Алтын күрек жел соқса, дүние тегіс жаңарар. Самарқанның көктасы, ішібейтін күнде баға бар. Бұл күні ырыс себелеп, даланы қызыр аралар. Шіркін, қызыр атаны көрсем ғой. Егер адам шыныменен қаласа, ниеті түзу болса, қызыр атаны көруі әбден мүмкін. Анау, көкжиекке көз салшы балам. Айналаған нұрын төгіп, бір ақсақал келе жатыр. Бәлкім, қызыр ата шығар. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум ассалам, жарығым. Ата, сізді барлық адамның тілегін орындайды дейді әжем. Менің тілегім әлемде бейбітшілік болса екен. Өзіме емес, еліме деп сұраған пейіліңнен айналайын. Есіңде болсын, береке бірлігі бекем елге еш пәле жоламайды. Кәне, қолыңды шай қарағым. Қарқаны гүлмен көмкеріп, маңайды нұрға бөледім. Шаттықтың күйін шертелік, қуансын халық кемелім. Самала нұрын жақтым өт, арда жұрт атсын мерейін. Ізгілік лебін соқтырып, жаныңа жылу берейін. Әкесі менен анасы, жанында болып панасы. Жыламасын ешқашан, әлемнің барлық баласы. Адамның бәрі аяулы, салмайық жанға қаяуды. Бақыттың мәні бірлікте, бірлігің болсын баянды. Дәстүрі берік салтышын, далаңды байлық шарпысын, олғызың көкке өрлесін, сыр елі бағың шалқысын. Аумин. Әз Наурыз құтты болсын! Жерлерге күндігеді жылулығын, еріп қара ақпанның келіп сәні бақтардың гүл береді сұлулығын. Құстар қалқып төбемде аққу қонып, гүлдерге сән
береке келсін мейрамдарыңызбен. Армысыздар, құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары. Қайырлы күн, ата салтын ардақтаған, береке бірлігімен, тату тірлігімен алғаттаған қадірлі сыр бойлықтар. Көгінен нұр төгілген, жеріне гүл егілген қазағымның ұлы тойы Наурыз құтты болсын! Тарих жылнамасына алтын әріппен жазылған өткен жылдың жетістіктері мол болды, жақсылыққа жол болды. Еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі. Әз Наурыз жаңа жылда да жанға жылу сыйлар, жаңалықтардың жаршысы болғай. Сыр халқы үшін биылғы мейрамның орны ерекше. Жылашар мерекемізге сыр елінің даңқты перзенті, ұлт мақтанышы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтің 125, Қызылорда облысының 85 жылдық торқалы тойлары негіз болмақ. Халқымыз қастерлейтін қасиетті күн Наурыз мейрамымен құттықтау үшін сөз облыс әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлына беріледі. Құрметті жерлестер, баршаңызды ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әз Наурыз ұлтымыздың ұлы мәдениетімен, бай салт дәстүрінен бастау алған мәңгілік құндылығымыз, ежелден келе жатқан ұлық мерекеміз. Күн мен түннің теңескен 5000 жылдық тарихы бар мерекеміз, көне түркілер, қазақтар үшін жыл басы саналған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласында Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасын жасап, көктем мерекесінің мазмұнын байыта түскен жөн. Бүкіл қоғамды үйістіратын құндылықтар неғұрлым көп болса, бірлігіміз де соғұрлым бекем болады деп ұлттық мерекеміздің қасиетімен қадірін айшықтай түсті. Наурыз көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің, халқымыздың сан ғасырғы салт дәстүрін ұлықтап, ұлттық қасиетімізді дәріптеу мерекесі. Ол аналарымыз қыстан аман шықтық деп, алақстай сақтаған, дәм тұзын бір қазанға тоғыстырған, елге мерей, жұртқа мейір сыйлаған мейрам. Дәстүрім дәулетім, ғұрыпым ғұмырым, салтым санам дескен халқымыз бұлақ көрсе, көзін ашып, тақыр көрсе, ағаш отырғызып, жоқ жетікке жәрдемдескен. Дихандар жерін жыртып, дәнін ексе, ел іші ауласын тазартып, ауылын көркейткен. Жақсы істі бастап, өскелең жасқа жол көрсеткен. Атадан мал қалғанша тал қалсын дейтін бабаларымыз тамырына ақ қиып, ағаш отырғызу ісіне баса мән берген. Сырдан Сарыарқаға дейін, Қарт Қаратаудан көркем Көкшеге дейін, Алтайдан Атырауға дейінгі ұлан байтақ даламызды ақ тілектермен көмкеріп, ақ дастархан жайып, ақ жолтай жақсылықты тілеп, ұрпағына ақ батасын берген. Ендеше жақсылықтың, оң өзгерістердің, игі істердің, ізгіліктің жаршысы болған әз Наурызымыз ұлан-ғайыр даламызға, байтақ елімізге, жерұйық жанат мекеніміз сыр өңіріне құт несібе ырыс берекесімен келгей. Қадірлі жерлестерім, биыл елімізде, өңірімізде мерейтойлар жылы десе болады. Тарихи тұлғамыз,
Мәмлік мемлекетінің әміршісі болған Бейбарыс Сұлтанның туғанына 800 жыл. Алаш арыстары Мағжан Жұмабаев пен Сұлтан Махмұд Торайғыровтың 130 жылдығы. Алаш ардақтысы жерлесіміз Темірбек Жүргеновтың туғанына 125 жыл. Төл теңгемізге 30 жыл толады. Міне бүгін 62 жылғы үзілістен кейін Наурыз мейрамын қайта тойлау бастағанымызға 35 жыл толуда. Қазақта қос тойың қабат, өмірің абат болсын деген жақсы сөз бар. Биыл туған өлкеміз Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл толады. 1938 жылдың 15 қаңтарында шығысында Қаратау жоталары мен батысында Арал теңізі аралығында Қызылорда облысы атауымен әкімшілік аумақтық бірлік құрылып, құрамына Қызылорда қаласы мен 7 аудан енді. Ертеден Алаштың анасы деген атаққа ие болған киелі мекен Ұлы Сыр өзені бойында ежелден өркениет қалыптастырып, тарихи мәдени мұра мен дамудың даңғыл жолын жасай алды. Тарихтан Сыр өңірі астаналар мекені аталады. Тек Қызылорда жерінің өзінде билік құрған сақтардың ордасы Шірік-Рабат, Оғыздардың астанасы Жанкент, Қыпшақтардың астанасы Сығанақ, Сыр жеріндегі ежелгі мәдениет пен өркениеттің дәлелі. Ал сіздер мен біздер тұрып, қызмет етіп жүрген жеріміз, облыстың бас шаһары Қызылорда қаласы, түбі түркі мәдениетінің алтын көмбесі, Қазақ Республикасының тұңғыш астанасы, Алаштың ақ ордасы болған. 1925 жылы Қызылорда атанып, Астана болған қаламыз, ұлтымыздың қазақ деген төл атауын қайтарып, ресми бекіткен тарихи белгісі. Ардақты әлеумет, өткен жылы Наурыз айында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан халқына жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жол атты жолдауында еліміздің жаңа тарихи кезеңінің төл жаңа жылымыздан бастау алатынын көрсетті. Біз өткен жылда жемісті қорытындыладық. Мерейлі жылы зор жетістіктерге қол жеткіздік. Жақсылықтың бастауы болған биылғы жылды толайым табыстармен бастаймыз. Күні кеше ғана еліміз үшін саяси маңызы бар парламент мәжілісі және мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы өткізілді. Сыр елі сындарлы сәтте сыр бермей, ауызбіршіліктің жоғары үлгісін көрсетіп, республика бойынша ең үздік көрсеткішке қол жеткіздік. Тәуелсіз Қазақстанымыздың жаңа саяси реформалары республикалық референдумда да, президент сайлауында да сыр жұртшылығы жарқын болашақ жолына тура таңдау жасап, ауызбіршіліктің үлгісін көрсетіп, елдігімізді, тату тәтті тірлігімізді, береке бірлігімізді дәлелдей білді. Сыр халқы қай кезеңде де президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының елді дамытудағы жаңа бастамаларын ерекше қолдайды. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен барша жерлестеріме шынайы ризашылығымды білдіремін. Наурыз тіршілікті түлетіп, табиғатқа жан бітіретін төл жаңа жылымыздың бастауы болса, біздің өткен жылымызды қорытындылап, жаңа бастамаларымызға қадам басатын, тыңнан түрен салған жобаларымызды жүзеге асыратын алтын уақыт. Биыл елдің берекесі мен ырыс несібесіне орай жоғарыдан Сырдариямызға мол су түсіп, айдынды Арал суы молайды, теңізіміз қайта түлеуде. Президентіміздің сыр елін ерекше қолдауының арқасында аймағымызда ірі жобалар сәтті жүзеге асуда. Көптеген жаңа заманауи әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Жергілікті кәсіпкерлер, осы елден шыққан меценаттар туған жерін түлетіп, көркейтуге барлық күш жігерін салып, демеушілік көрсетуде белсендік танытуда. Алдағы жылда да ауқымды жұмыстарымыз өз жалғасын табады. Осындай жақсылықты, мол ізгі істердің, бастамалардың ел игілігіне табысталуын өздеріңізбен бірге атап өтетін боламыз. Ардақты ағайын, халқымыз ер тілегі де, ел тілегі де қабыл деген ұлыстың ұлы күні елімізге, сыр жеріне толайым жаңалықтармен келгей. Егініміз бітік шығып, қамбамыз астыққа толсын. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтаған Наурыз мейрамы тәуелсіз елімізге, туған жерімізге, әрбір отбасына ауызбіршілік пен ырыс құт, молшылық, тоқшылық әкелгей. Жеріміздің тынысы кең, еліміздің мерейі үстем болып, халқымыздың келешегі кемел болсын деп тілек тілейік ағайын.
Ұлыстың ұлы күнінде тілеген игі тілектеріміз қабыл болып, істеріміз жемісті, еліміз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Әрбір шаңыраққа бақ береке, шаттық, қуаныш орнасын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын ағайын. Рахмет. Өткенді білмей келешекке байыпты қадам жасау мүмкін емес. Я, бұйылғы Наурыз тойы облыстың 85 жылдық мерейтойы қарсаңында өткізіліп жатыр. Енді бүгінгі мерекеге орай арнайы көрме ұйымдастырылған. Мұнда археограф мамандар қала халқына осы көрмедегі облысымыздың тарихына ақпарат беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Аманкүл Жүсіпқызы, мереке құтты болсын. Енді жалпы осы ұйымдастырылған көрме аясында өзіңіз қысқаша түсіндіріп өтіңізші, бұл көрмеде қандай тарихи деректер қарастырылған? Облыстың тарихи кезеңдеріне негізделген құжаттар қойылып отыр көрмемізге. 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Қызылорда облысының құрылуы, яғни «Известия» газетіне жарияланған. Қызылорда облысы негізінен 15 қаңтарда құрылды, 1938 жылы. Осы облыстың құрылған кезеңде көптеген облысымызда мекемелер ашылған болатын. Сол мекемелерді ашу туралы шешімдеріміз, қаулылар қойылып отыр. Екінші бөлімінде Ұлы Отан соғыс жылдарында, яғни бұл соғыс жылдарында біздің облысымызға көптеген өндіріс орындары, мекемелеріміз көшірілген. Облыстық кеңестік кезеңде 142 кәсіпорынның 11-і осы біздің облысымызға орналастырылған. Соларды орналастыру туралы қаулылар, шешімдер қойылып отыр. Одан кейін соғыстан кейінгі даму кезеңі облысымыздың, яғни облысымызда ашылған зауыттар, фабрикалар, атап айтар болсақ, целлюлоза картон зауыты, аяқ киім фабрикасы, құс комбинаты, нан комбинаты ашылған болатын. Соларды ашылу туралы тарихи деректеріміз, құжаттарымыз қойылып отыр. Одан кейін тәуелсіздік жылдарында облысымыз, яғни облысымыздың тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістіктері туралы баяндайтын тарихи құжаттарымыз қойылып отыр. Тамаша, енді жалпы осы көрмені тамашалауға келушілердің қатары көп, әсіресе мына жастардың, жеткіншектердің де келіп жатқанын көріп куә болып жатырмыз. Жалпы тұрғындар көбінесе көрменің қай бағытындағы ақпараттарды алуға жиі қызығушылық танытып отыр. Бұл көрменің Наурыз мерекесінде ұлыстың ұлы күніне қойылудың өзінің маңыздылығы ерекше. Яғни жастарға осындай тарихи, облысымыздың тарихын, шежірелі, сыр елінің тарихи танымын қалыптастыру мақсатында қойылып отырмыз. Яғни отансүйгіштікке, желін сүруге тәрбиелеуде өте маңызы ерекше деп ойлаймын бұл көрменің. Ақпаратыңызға рахмет. Мереке құтты болсын, ал біз шарамызды әрі қарай жалғастырамыз. Наурыз тіршіліктің қайта түлеп түрленетін, күн мен түннің теңелетін кезеңі. Наурыз жаңа үміттің, жаңа өмірдің бастауы, ырыс пен берекенің арқауы. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын. Сыр елінің бақ берекесі баянды болғай. Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары, келесі ән шашуымыз сіздердің құрметтеріңізге арналады. Елімізге белгілі өнер ұжымы Әгугай тобын қазақ деген ұлы еліміз әнмен қарсы алыңыздар. Сол даламыз
сондай заманда, ол міндет қоймаған сағанда. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарың, өркендей бер өрле қазағым. Соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарың, өркендей бер өрле қазағым. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарың, өркендей бер өрле Құрметті телекөрермендер, біз орталық алаңдағы мерекелік кештен ақпар таратуды жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда белбеу күресі бойынша Қазақстанның су жаңа чемпионы жерлесіміз Бейбарыс Сұлтан тұр. Жалпы Бейбарыс ұлттық спорт қай кезде де біздің ұлтымыздың мықты ұлт екендігін көрсететін бірден бір дәлелі. Соның бірі біз білеміз қазақша күрес және қазақша күрестен даңқты спортшылардың бір қатары біздің сыр елінен шығып жатқандығы да рас. Өзің де осы күні кеше облыс намысын қорғап, байрақты бәсекеде бас жүлдені қанжығаңа байлап келдің, ол белбеу күресінен. Жалпы белбеу күресі бұл баяғыдан атам заманнан, бағзы заманнан бабаларымыздың күресіп жүрген ұлттық спорт түрі. Жалпы осы белбеу күресінің облыстағы дамуы қарқынды ма, қандай деңгейде? Баршаңыз ассалаумағалейкум. Белбеу күресі осы Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр. Алдыңғы жылы екінші орын алып қалған болатын. Осы жылы Алланың қалауымен чемпион болдым. Белбеу күресінде енді осы Қазақстанмен ғана шектеліп қалмайды. Алда әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар. Сонысымен дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Жалпы енді Бейбарыс, өзіңнен чемпион ретінде осы жерлестеріңе, жас достарыңа тілегің болса? Тілек болғанда бәріңізді Наурызбен құттықтаймын. Жақсылық болсын бәріне. Аман есен сау жүре берейік, Наурыздан Наурызға жете берейік. Наурыз құтты болсын бұл. Бәрекелді. Расымен де шын батыр сөзбен емес іспен дәлелдейді дегеннің нағыз дәлелі осы Бейбарыс болды. Құрметті телекөрермендер, төл арна төріңізде қосылы болсын. Біз осы орталық алаңда сіздермен бірге аяғымыздан тік тұрып, барлық көрерменге, біздің сүйікті көрермендерімізге әз Наурыз мерекесін ақпар таратуды жалғастырамыз. Әй Саққұлақ, сен естідің бе? Тазша балау, мен біраз нәрсені жақсы естимін ғой. Нақты нені сұрап тұрсың? Иә, сен қалқан құлаққа естідің бе деп әңгіме бастау артық екен ғой. Айтайын дегенім, мұстан кейпіндегі бір пәлекет халықтың еңсесін езіп, бойынан кетпей жүр екен. Астапыралла! Наурызды қалай тойлаймыз? Тойдың үстінен түсіп қалса ше? Тазша бала, сенде 40 кісінің ақылы бар еді ғой. Бірдеңе ойлап тапшы. Ой бұл, оның 39-ын пайдаланып тастадық қой. Меніңше, ол пәлекетті жеңу үшін біз жедел топ құруымыз керек. Дұрыс айтасың. Онда топтың атын Мстители деп қояйық. Қой, қайдағын айтпа. Ол қазақша ертек емес қой. Бізге бірінші айлакер алдар көсе керек. Қарулы тау соғар керек. Сосын не үшін екенін білмеймін. Шық бермес шығайбайда керек сияқты. Алдыңғы екеуіне келсем, бірақ соңғысы табылмаған ақыл. Ол демеуші болып жарытпайды бізге. Ендеше шақырайық мықтыларды. Мен алдармын, сақалымдау талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым.
Ай, ей, ахави, 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 ай. Алдеке, уақытты қыз. Мәселе бұлай. Уақыттың уақыты жоқ дейсің ғой. Не болды? Аманшылық па? Аманшылық, өзіңіз қалайсыз? Қысқасы, мұстан кейпіндегі бір пәлекет халықтың еңсесін езіп, бойынан кетпей жүр екен. Наурыз тойлайық десек, кедергі болып тұр. Соны алдап сулап, басқа жаққа қарай көзінді құрту керекпіз. Ой, бұл! Мен қазір алдауды қойып жүрмін. Алда ораза келе жатыр дегендей. Алдеке, енді халық үшін бір рет алдауға болатын шығар. Өстесіңдер ғой сендер. Мақұл енді. Бірақ қасыма сенімді нөкер керек. Нөкеріңіз дайын. Әне, Таусоғардың өзі де келе жатыр. Армысыңдар, жігіттер? Бар бол, батырым. Бірден айтайын, мен сендерге көмекке келе жатқам жоқ. Кеше ашық беткен тау жеп қойдым ба, асқазаным бүріп, жауға шығатын жағдай болмай тұр. Маған үміт артпай-ақ қойыңдар деп, түсінігімді жазып кетейін деп келдім. Құрыды десеш. Ей, менің сендерге батырлық пайдам тимесе де, ақылымды айтайын. Қайдағы бір пәлекетке бола, Алдекең екеумізді әуре қылмай, жанынан батырларын тастамайтын Ғазиз ханды шақырмайсыңдар ма? Тығырықтан жол тапқан Таусоғармай, менің ойымның үстінен түскенін қараш. Мерекені қыздырайық ендеше. Кәттік! Ассалаумағалейкум! Наурыз құтты болсын! Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақпын басымды, еліме иетін. Азат мұң байтақ жерім бар, жерде елім бар, елде ерім бар, шүкір мен де бір қазақпын. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақпын басымды, еліме иетін. Өзің ойлашы, мынау ғаламда рухы болмаса, адам ба, көкте сұңқармыз, жерде тұлпармыз, елге сұлтанбыз біздер бұл бейбіт заманда. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақпын басымды, еліме иетін. Отанды сүйетін, отына күйетін,
қазақтың батырларына қошеметтеріңіз болсын. Қазақтың осындай жігіттері жасай берсін. Әз Наурыз құтты болсын. Елімізде тек қана осындай бейбіт күндер болсын. Көретін осындай наурызымыз, көретін жететін көктеміміз көп болсын деп мен қош келдің көктем деген әнімен жалғастырғым келіп тұр, қабыл алыңыздар. Өзгерді, қауыш жарған бәйшешекті көз көрді. Қызғалдақтай, сарғалдақтай қыздарға қызыл сары гүл сыйлайтын кез келді. Қыдырып қайдам, сұлуларға айтам ең тәтті сөздерді. Қош келдің көктем, көктем нұр төккен, ғажапсың көктем неткен. Қыс қайдап кеткен, құс қайдап жеткен, мен сені сүйем көктем. Жердің беті жаңарды, жылы жаққа құстар қайтып оралды. Ғажап екен ақ жаңбырдың астында, құшақтасаң өзің сүйген адамды. Жауа бер жаңбыр, жайнатар әр гүл қаламды, даламды. Қош келдің көктем, көктем нұр төккен, ғажапсың көктем неткен. Қыс қайдап кеткен, құс қайдап жеткен, мен сені сүйем көктем. Қош келдің көктем, көктем нұр төккен, ғажапсың көктем неткен. Қыс қайдап кеткен, құс қайдап жеткен, мен сені сүйем көктем. Қош келдің көктем, көктем нұр төккен, ғажапсың көктем неткен. Қыс қайдап қайдап жеткен, мен сені сүйем көктем. Қазақ дәстүрінде тәрбиелік мәні жоғары жоралғылардың бірі ол тұсаукесер рәсімі. Ұлыстың ұлы күнінде Қызылорда облыстың 85 жылдық торқалы тойына орай 85 сәбидің тұсауы кесілді. Жаңа Қазақстанда дүниеге келген осы балғындардың ойлары жүйрік, қадамдары нық болсын деп тілейміз. Сұлу қыз әні. Сахнада Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, дарын сыйлығының иегері Кенжебек Жәнібілов, Музарт тобының әншісі. Ассалаумағалейкум, Қызылорда! Мереке құтты болсын, ұлы соң болсын, ақ мол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, мерекеден мерекеге жете беріңіздер. Қарайсың орланып, жаныңды жақсылық жайласын. Көрініп жоқ болдың, өртеніп от
жолыңа қараймын, кездесіп қалардай алдымнан. Жанымның ардағы, әнімнің арманы, жолыңда сұлу қыз жан құрбан. Кеттің ғой тіл қатпай, мен үшін жұмбақтай, сұлу қыз іздеймін өзіңді. Көркіңнен таңғылдың, өртедің, жандырдың, сұлу қыз мендегі сезімді. Жолықсақ тағы да арайлы таң тілеп, әдемі ән тілеп, сырымды ақтарсаң бағыма. Жайнаған гүл едің, аман бол тілегім, соғады бір сен деп жүрегім. Жалындап жан алмай, әніме сала алмай, өзіңді жүрмін ғой таба алмай. Кеттің ғой тіл қатпай, мен үшін жұмбақтай, сұлу қыз іздеймін өзіңді. Көркіңнен таңғылдың, өртедің, жандырдың, сұлу қыз мендегі сезімді. Жұмбақтай, сұлу қыз іздеймін өзіңді. Көркіңнен таңғылдың, өртедің, жандырдың, сұлу қыз мендегі сезімді. Кеттің ғой тіл қатпай, мен үшін жұмбақтай, сұлу қыз іздеймін өзіңді. Көркіңнен таңғылдың, өртедің, жандырдың, сұлу қыз мендегі сезімді. Рахмет! Мереке қоласа берсін. Гүлдей жайнап, жарқырап, осылай жүздеріңізден күлкі кетпей, құлпыра беріңіздер. Кет, келесен, гүлсің ай, осындағы айдай сұлу аруларымыздың құрметіне. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қызылорда жасай берсін!
көрсең ай. Қазақылықтың қалыбына сыза түспеген біздің өлкеде бүгін 38 киіз үй тігіліп, ұлттық дәстүр жаралғы салт-санамыз қайта жаңғыруда. Ақмеш Сырдария орталық мешіті тіккен киіз үйдің алаңында бүгін мінеки сырға салу рәсімі өтіп жатыр. Болса, баршамыз бірге осы ұлттық дәстүрімізді тамашалайық. Үкілі қыздың үкісін кесіп, ұзатылатын қыздың шашбауына болмаса қамзолына нышан қылып таққан ғой. Енді біз сол қазір заман өзгере келе сол нышанды сырға қылып ауыстырған. Біз сол бүгін нышан тағылады, қызымыздың құлағы кесіліп сырға салынады. Құдалар есік ашып келіп алып кеткенше сол қыз нышанмен жүреді. Бұл ескіліктің жолы. Туған ел әні. Сахнада құрмет орденінің егері Мөлдір Әуелбекова. Әз Наурыз құтты болсын. Қызылорда берекелеріңізбен. Қолдарыңыз жоғары бірге. Желбіреп тұрған байрағы, тәуелсіздіктің айғағы, қаншама елдің аударған назарын. Бақытың бастан таймады, бұзылмай елдің қаймағы, күн өткен сайын жайнады қазағы. Туған ел, шарықта қамықпа қырандай халықта. Ұлы ел, шарықта қамықпа қырандай халықта. Ақжалық таққан анасы, ақиқат айтқан данасы, қазақы жұртым қадірлі қайманам. Қораған жерде бабасы, тәуелсіз елдің баласы, шырқап жүр бүгін қарашы сайран ел. Туған ел, шарықта қамықпа қырандай халықта. Ұлы ел, шарықта қамықпа қырандай халықта. Берекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын Қызылорда. Баршамыз берекенің құрметіне қолдарымыз жоғары бірге. Көңілдіре. Ұлы ел,
руқтары ұлықталған осы күні этно ауыл көрмесі де міне барша қызылордалықтарға ұсынылуда. Дәл қазір менің жанымда Аида ханым тұр. Аида ханым, мереке құтты болсын. Енді бүгінгідей осы әз Наурыз қарсаңында жалпы сіздің орталықтың ұсынған этно көрмесі туралы аз кем өзіңіз ақпарат беріп өтіңізші. Жалпы бұл көрмеде қандай дүниелер халық назарына ұсынылуда? Негізі Қызылорда қаласында бұл туризм саласын дамыту бойынша осы этно ауылымызды осыны көркейту және ол этно ауылымызды халыққа паш ету біздің мақсатымыз болады. Және де бұл әз Наурызда біз этно ауылымыздың бір кішкене ғана бөлшегін ғана көрсете алдық. Оның ішінде көрмелер, өздеріңіз көріп тұрғандай, арттағы көне дәстүр киімдеріміз, батырлардың саймандары, осындай найзамыз, айбалта, бес қару шоқпарлары, одан қалға керемет аламан бәйге, аламан айтыс ақындарымыз, және де біздің өзіміздің қазақы салт дәстүр ойынымыз садақ ату спорт түрі. Сол садақ ату көрмесінде біз бүгін әкімге, жалпы қазақ халқына, жалпы Қызылорда сыр еліне паш етіп бүгін көрсете алдық деп ойлаймын. Қазақ деген сөздің өзі қассақ дейді ғой, еркін дейді. Біз еркінбіз. Біздің парасатымыз, тәліміміз, талым қазақы болмысымыз бір рамкаға сыймайды. Оның шегі жоқ. Сондықтан қазақтың дәстүрін қай жағынан алсақ та, қай жақтан көрсетсек те, оның шегі жоқ, оның аяғы да жоқ. Сондықтан бір кішкене ғана шағын бөлшекті осы Наурыз айымызда, Наурыз күнімізде халыққа көрсету мақсат еттік. Рамазан айымыз құтты болсын. Оның ішінде қазақ халқымыз, мынау қазақ еліне, жұртшылығына Наурызымыз құтты болсын. Наурыз жаңашалану, жаңғыру, жер ананың жаңалуы. Осыған орай барша қазақ елін және де оншы сыр елінің жұртшылығын осы әз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Береке, ырзық, несібелеріңіз асып таси берсін. Сіздерді жақсы көреміз, сіздерді сағынамыз. Сіздерге бүгін арнайы мерекелік концерттен дұғай сәлем сахнадан баршамыз жақсы көңіл күймен бишілерді қабыл алайық. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Орда! Бақытты болыңыздар! Мен өмірімді жүре алмаймын сағынбай, көл көңілдің жағасындағы қазақ жері жарқырайды лағылдай, алты құрлық арасындағы сол даланың тұрғындары бағымдай, жүзі жылы жанасыл бәрі, өздеріңді жақсы көрем жанымдай, әмен күйдің жанашырлары. Жандарым сол, сіздерді жақсы көреміз. Халқым менің, аман жүріңіз.
Қадірменді жерлестер, бүгін ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесінде мына қанша халық мерекелеп тойлап жатыр. Өткен наурыздан бері елімізде тарихи оқиғалар болды. Халықтың, елдің еңсесі көтеріліп, алға ұмтылып, жақсы нышандар байқалып жатыр. Елдің бірлігіне, ынтымағына үлкен жұмыстар жасалып, кеше жақсы сайлау өтті. Сондықтан жерлес ағайындар, жерлестерім, наурыз мерекесі құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, еліміздің, халқымыздың ынтымағы нығая берсін, сыр өңірінің халқының жетістігі арта берсін, құтты болсын ағайындар. Құрметті жерлестерім, сіздерді бүгінгі әз наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Енді әр өз салтымызға, дәстүрімізге байланысты наурыз мерекесі жылдың басы өсіп келеді. Сондықтан біз осы жылдан бір жақсы жаңалықтар күтеміз. Осы 23-ші жыл жаңалыққа толы жыл болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, халықтың әл-ауқаты жоғарылай берсін, денсаулықтар зор болсын, қуанышқа жақсы армандардың орындалатын жылы болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, әз наурыз құтты болсын, барлығыңызға бақыт береке алып келсін. Мереке құтты болсын. Бүгін елдің ырысы, несібесі ақ мол болып, үлкен осындай жетістіктерге жете берейік. Халықта бейбітшілік, тыныштық тілеймін. Былтырғы жыл жаман болған жоқ, биылғы жыл жақсы бастауы. Бүгін кішкене желдің болып тұрғаны болса, әйтпесе халықтың көңіл күйі өте керемет. Осы жақсы күндеріміз көп болып, әрқашанда осыны ақ үйде ақтар сарқанымыз молынан бола берсін. Құрметті Қызылорда облысы тұрғындары, Қызылорда қаласы тұрғындары, бүгінгі наурыз әз мейрамы құтты болсын. Енді ковид болды, бәле жәледен бәрі аман болайық. Осы ковид болғаннан бері барлық халықтар сағынып болған осы әз наурызымыз құтты болсын. Наурыздан наурызға жете берейік. Әз наурыз құтты бола берсін. Өте керемет өтіп жатыр. Жаңақорған ауданынан келіп осы облысымыздың наурыз мерекесін көруге келдік. Немереміз екеуміз. Өте керемет өтіп жатыр. Халқымызды осы наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгін орталық алаңда расымен де біздің ұлттық мерекеміздің тойлануы өте үлкен көлемде өтіп жатыр. Жалпы орталық алаңда біздің елдің ағалары, біздің облысымыздың ел ағалары бір қатар осы орталық алаңнан табылып жатыр. Және дәл қазір менің қасымда Сәдуақас ағамыз тұр. Аға, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Мына жердің тоңы жібіп, жер бусанып жатқан, Самарқанның көк тасы еріп жатқан әз наурыз мерекесі құтты болсын, берекелі болсын. Енді осы берекелі мерекеде өзіңізден елге тілек болсын, және елге ақ батаңызды берсеңіз. Бүкіл наурызда, көктемде тіршілік деген жанданады. Гүл бәйшешек өседі, гүлденеді, бүршіктейді. Адамзат, жан дүние бәрі осыған соның бәріне ықпал ететін саналы біз тіршілік иесіміз. Сол мына қызылордалықтар осы ұлыстың ұлы күнінде отбасымызда, ауылымызда қазақылық басым болып, өзіміздің ана тілімізге еге болып, өркениетті елдердің қатарына қосылуға жазсын дейміз. Аумин. Кеттік ендеше, жаңа әндерімнің бірі Алтынаян апа, қалайсыз? Жаным сол, аман жүріңіздер. Халқым менің, Құдай бере саған. Отақандар. Ал кеттік ендеше, бірге ән айтайық. Жанымда сөз айтпа
қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Қош жаққан. Баталарыңызға рахмет, қошеметтеріңізге рахмет, махаббаттарыңызға рахмет. Жанарым жайнаған, жап-жарық айналам, сұлу боп жаратылған жанымда тек арман, көзімді байлаған көрген сол күндер ай, сағына беремін жаным ай, арманда қалды жанарым ай, боларсың өмірде балдай, сол күндер ай, сағына беремін жаным ай, арманда қалды жанарым ай, боларсың өмірде балдай, жүрмін сені қимай, жаным сені қимай, жүрмін сені қимай. Қызларда рахмет, мерекелеріңізге шын жүректен құттықтаймын. Дәл қазір біз орталық алаңда тігілген ақшаңқан киіз үйлердің бірінде, дәлірек айтатын болсақ, облыстық сот орындаушылардың арнайы тіккен киіз үйінің ішінде қонақтамыз. Менің жанымда Кирилл мырза тұр. Кирилл Викторұлы, мереке құтты болсын. Жалпы біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет дейтін болсақ, соның бірден бір көрінісі өзіңіз, өзге ұлт өкілі болсаңыз да, біздің қазақтың дәстүрін дәріптеп, салт санасын дәріптеп келесіз. Жалпы оның үстіне мына өзіңізде ұлттық киімменен ортамызда әз наурыз тойлап жатсыз. Енді өзіңізді әңгімеге тартсақ, жалпы осы әз наурыз мерекесінен келген жаңа қоян жылынан қандай жақсылық күтесіз? Қазіргі жағдайда, қазіргі заманда халықтың жағдайы дұрыс болсын дейсің ғой. Сондықтан халықтың әлеуметтік жағдайы көтерілсе, жалпы елдің жағдайы жақсы болады деп сенемін. Сіздердің сала, яғни заң саласы, жалпы үлкен білімділікті және де дәлдікті, үлкен зерттеуді қажет ететін сала. Осы тұрғыда сыр заңгерлерінің қатары жыл артқан сайын көбейіп жатыр, және қатарларыңыз толығып жатқан шығар білікті заңгерлермен? Әрине, біз осы институтымыз басталған кезде біздің институттың осы облыстың өнерінде 6 сот орындаушыдан бастаған. Қазіргі таңда Құдайға шүкір 96 сот орындаушымыз бар облыс өнерінде. Бәрі білімді, жоғары білімді заңгерлер. Біздің арамызда Қазақстан Республикасы құрметті заңгерлеріміз бар. Үлкен мінекей берекелі бір дастархан жайып қойыпсыздар. Дәл осы берекелі дастарханымыз ешқашан азаймасын, осы берекесі арта берсін деген тілекті өзіңізге айтқым келеді. Және өзіңізден осы сыр заңгерлерінің атынан, өзіңіз басқарып отырған ұжымның атынан және өз атыңыздан әз наурызбен құттықтауыңыз болса. Құрметті жерлестер, осы келген наурыз мерекесі құтты болсын. Осы наурыз мерекесі бізге тек жақсылық әкелсін. Әрқашан әрқайсының шаңырағында той болсын. Берекелі жыл болсын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Сізге де тек жақсылық тілейміз. Жұмыстарыңыз жемісті, жеңісті болсын. Құрметті телекөрермендер, барлықтарыңызды келіп жеткен жаңа жылмен әз наурызбен құттықтаймыз. Ayım, kuşlarına kanadın çok, ne
ұлттық мерекеміз ұлықталған осы күні күн райы салқындығына қарамастан біздің тұрғындардың қатары аз емес. Дәл қазір менің жанымда Бақтияр Оспанов мырза тұр. Ол күннің салқындығы емес, адам көңілі ғой бәрін жылытатын. Көңіл күйіміз жақсы. Биыл енді біздің Сырдариямыз толық ақты, әлі су жақсы келіп жатыр. Осының өзі көңілімізді бір қуантады. Биыл енді жауын жақсы түсті. Енді ақмол болады деген сенімдеміз. Ақмол болса, жаңағы су келсе, сырдың ақмаржаны қамбаға төгілсе, сондай осы ұлыстың ұлы күні сондай бір бата қылып жатырмыз өзімізше. Дұға тілектерімізді халықтың осыншама ағайынның баталары қабыл болсын. Аумин. Рахмет, мереке өздеріңізге де құтты болсын. Ата дәстүр әні алдарыңызда Әгугай тобы. Шілдехана бесік той, тұсау бесерсінде той, ай, жерден ай. Қода түсі сырға салы бет ашармай. Алды бақан аясында солу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әлімен әсерім тербеткен. Қазақ деген ұлы еліміз әні. Қазақ деген кең
болсын қары, мақтарды езген тұлпары, баһадүрлердің ұрпағы. Қазақ деген ұл еліміз, аманат еткен бабасы, көңілінде кең даласы, атырау алтай арасы. Қазақ деген ұл еліміз, қазақ деген. Халық әндерінен попури. Қалам алып қолыма жазамын хат, өзім арзан болсам да сөзім қымбат бейуайдай. Бекер қарап отырған жараспайды, қар өлеңмен айтайын аз насихат бейуайдай. Былтырғымен биылдай қолда жоқтың қиындай, ұстараның жүзіндей аударылған дүние. Жүруші едік той тойлай, торғын берме бір байлай, әр іздеп келгенде сөйлесе едім қайлай. Үкілі қыз, үкілі қыз, үкілі қыз, үкілі қыз, үкілі қыз, қасын қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай. Үкілі қыз, қасын қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай. Ауылың көшіп барадай, қиялына ойдай, не жетеді баланың қиялына ай. Мұндай баға өлеңді қайда айтамыз ойдай, жиналған жұрт көпшілік зиялыға ай. Үкілі қыз, қасын қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай. Үкілі қыз, қасын қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ай. Ағажан ләтипа, гүл майдан ләтипа, бір қиял бір зиян, беу-беу ләтипа. Ағажан ләтипа, гүл майдан ләтипа, бір қиял бір зиян, беу-беу ләтипа. Оңдеймін, 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 оңдеймін жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Оңдеймін жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Жыңғылғайын дегенде жыңғылғайым ой, ауылыңда қыз бар ма бізге лайық ол жеңе шай. Ауылыңда қыз болса бізге лайық ол, екі ауылдың арасын жолғылайық ол жеңе шай. Оңдеймін жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Оңдеймін жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Наурыз мерекесіне арналған шаралар облысымызда осыдан 10 күн бұрын басталған болатын. Бүгін міне ол орталық алаңда әдемі жалғасын тапты. Биыл айтып өту керек, ұлыстың ұлы күні, айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Олай болса, армандар орындалсын, дұғаларымыз қабыл болсын. Сыр елінің ырыс несібесі арта берсін. Ұлыс тағы да оң болсын. Ассалаумағалейкум! Наурыз мерекесі құтты болсын! Тамаша! Сағыныш күйі жанымды тербеп самғаған, бақ гүлім сенсің, шаттығым сенсің аңсаған. Фәнидің жарық сәулесі сөніп біткенше,
айналада қанша мұнар күн, сәулесін шашып көгімде күн боп тұрармын. Тілегіле біз жүрегі егі жаралған, нәр алған сенің махаббатың менсің арман. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Тамаша! Билеп тұрайық, мереке! Қане, хоп, хоп! Аймалада бақ жүзіңді самал ескенде, көзіңді жұмып қаламат сезім кешкенде. Мен сені сүйдім, сен мені солай сүй алсаң, махаббат қылын үзе алмас еді-ау ешпенде. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Алды керек тұрайық, мен түсем төменге қарай. Ана! Ал керек, мен түсем қазір. Ана! Жүрі! Жарайсыздар! Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Байғандар, құлақ қаласыздар. Тамаша, бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сыр еліміз жасай берсін, көркей берсін. Мына жерден байқайсыздар ғой, түсіп атқан кезде қазір мен кішкене төмен түсейін. Соны пайдаланып түспаңыздар, айтып бізде құлақ кетесіздер. Әніміз жұптастырып отырайық, тағы да өздеріңіз құрметтеріңізге билейік та. Мерекеге ұластырайық кәнеке. Ал кәлі кет, қарғарай! Кәлі! Билеп тұрайық, қайдасыздар! Тамаша! Билейміз! Тамаша! Мен келемін сезім ойды тербетіп мәңгі,
жасын бұламашы бейтаныс ару. Мұңаймашы, мұңаймашы, жыламашы, жыламашы, көздің жасын бұламашы бейтаныс ару. Көктем келер, көзін гүлдер қайта ашады. Сендік бақыт сәуірімен тайталасады. Жыламашы, мұңаймашы, бейтаныс ару. Әлі сенің келбетіңе айталасады. Мөлдіреген жанарыңнан жасың тамады. Бейтаныс ару, бейтаныс ару. Ерке самал еркелетіп шашын тарады. Бейтаныс ару, ару, ару. Айқай шу бар ма? Мұңаймашы, мұңаймашы, жыламашы, жыламашы, көздің жасын бұламашы бейтаныс ару. Мұңаймашы, мұңаймашы, жыламашы, жыламашы, көздің жасын бұламашы бейтаныс ару. Бірге билейміз, бірге! Ай, бәрекелді! Айқайлау, естіпеді кәнеке, айқай шу қайда? Тамаша! Мұңаймашы, мұңаймашы, жыламашы, жыламашы, көздің жасын бұламашы бейтаныс ару. Мұңаймашы, мұңаймашы, жыламашы, жыламашы, көздің жасын бұламашы бейтаныс ару.